Жамбыл атындағы нөмір 5 мектеп гимназиясында Қазақ тілі мен әдебиеті бірлестігінің ұйымдастыруымен 5 қазаннан бастап айлық жоспар орындалды. Тақырыбы «Мақсатым тіл тартып өнер шашпақ». Мақсаты қазақ тіл сабағында жаңа технологияны қолдана отырып, оқушылардың сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Қашықтан білім беру үлгісін оқу ісінің орынбасары Бектасова Назгүл Жамалбек қызы бастады. Біржан мен Сара айтысының ерекшелігіне тоқталды. Біржан да Сара да үздік өнер иесі, өлең құдіретіне мән берді. Мұхтар Әуезов Абай есімін әлемге танытушы конференциясын Калукулова Жанна ұйымдастырды. Абай жолы Мұхтар Әуезовтың әлемге әйгілі тарихи романдар эпопеясындағы Абай бейнесін аша түсті. Ұлттық рухтың жаршысы Баукең кездесуді ұйымдастырған Абаханова Нағима мен Керімбаева Динара. Оқушылардың бойына Бауыржанның батырды әділ, шынайы адамгершілік қасиеттерін дәріптеді. Сұрапыл соғыстың тауқыметін сөз етті. Мысалмен айтқан көп ойлар тақырыбында Нұрпапа Гаухар мен Капарова Альбинаның қазақтың зердесіне сәуле түсірген Ахмет Байтұрсынұлының мысалдарын талдады. Жүсіп Баласағұн еңбектері түркі елдеріне ортақ мирас тақырыбын ашқан Нәрімбетова Гүлжамал. Түркі халқының атасы Жүсіпбектің ұлағатты сөздерімен оқушыларын сусындады. Абайды оқы таңырқа байқауын ұйымдастырған Көбдикова Ақмарал. Оқушылар қашықтан өз өлеңдерін жолдады. Өлең сөздерінің құдіретін түсінген жас буындар мәнерлеп өлеңдерін оқыды. Ұлы даланың ұлы тұлғасы Әбу Насыр Әл-Фараби тақырыбында сөз қозғаған Бейсенбекова Майра. Әбу Насыр Әл-Фараби түркі ойшылдарының ең атақтысы, ең мәшһүрі деп еңбектерін талдады. Ана тілім ғажап деп айталамын, жәннаттай жан балқыта жайта барым. Шырқатып ғұмыр бойы айтар әнім, келеді толас таппай қайталағым. Тозбайды сыны кетіп сыры қашып, біз әлі қанған жоқпыз сырын ашып. Қазағы қадіріне жеткен сайын жайнайды ертеңге де нұрын шашып. Мұзафар Әлімбаев.